Қайырлы күн достар, интернет желесінде хит болып жатқан 15 минутта пісіп шығатын бешбармақты дайындап көрсететін боламын. Магазиннен алып келген жаймаларымызды, бұқтырылған жылқының етін ашамыз да, бір пиязымызды ортасынан бөліп, пашақ-пашағын шығарып турап аламыз барлығын. Тапамызды отқа қоямыз да, қыздырып алған жаңағы ашқан жылқының етін осылайша етіп барлығын салып, жақсылап жылытып аламыз. Менде қатып қалғаннан соң шықпай жатыр. Біраз қиындау болды. Үстіне қайнаған суымызды құямыз да, жақсылап бір араластырып алып, турап алған пияздарымызды саламыз осылайша. Татымына қарай тұз, қара бұрыш салып, жаңағы қамырларымыздың, жаймамыздың барлығын салып шығамыз үстіне. Жаймаларымызды салып болғаннан соң үстіне аз ғана тағы да қайнаған суымызды құйып 15 минутқа бұқтырып қоямыз. Міндетті түрде жасаңыздар. Дәмі керемет болып шығады екен, бала-шағама ұнады. Бұл тағам жұмыс жасап жүрген адамдарға және де студенттерге өте оңай әрі тез дайын болады екен. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Жасап жеп көргендердің барлығынан комментарий, лайк күтемін. Лайк басып комментарий қалдырып кетіңіздер.